Келесі жылы босанған келіншектерге 2,5 миллион теңгеден береді дейді. Сосын жаңа жылда әлеуметтік жәрдемақылардың бәрі өзгеретін сияқты. Бір білсе оны Егов куәгері біледі. Гүлназия Кеш-жарық жыл бойы әлеуметтік жаңалықтарды тізіп келдіңіз ғой. Келер жыл немен қуантасыз? Кеш-жарық ғалым биыл 50-ге жуық әлеуметтік тақырыпты қаузаппын. Дені мемлекеттік көмекпен әлеуметтік жәрдемақылар туралы. Бұдан бөлек министрлерді студияға алдыртып, халықтың базынасын осы жерде тікелей жеткіздім. Нәтижесінде қарапайым халықтың бір қатар мәселесін шешімін тапты. Келер жылы айлық есептік көрсеткіштің артуына байланысты жәрдемақылар мен әлеуметтік көмектің көлемі артады. Толығырақ санаулы секундтан соң. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап бір қатар мемлекеттік көмек көлемі өседі. Ең әуелі жас аналарға, яғни жүктілікті жоспарлап жүргендерге қатысты ақпаратты тыңдаңыздар. Өздеріңізге белгілі, мемлекет жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін әйелдерге бала күтіміне байланысты ай сайын жәрдемақы тағайындайды. Келесі жылдан бастап жұмыс істейтін әйелдер декретке 2,5 миллион теңгемен шығады. 200 мың теңге алатын азамат болса 4-2-ге көбейтесіз. Яғни әрбір азаматтың орташа айлық табысы өскен сайын жүктілік және босануына байланысты алатын төлемдер де артады. Ал бір жұмыс орнынан максималды алатын төлем 2 миллион 58 мыңнан 2 миллион 499 мың теңгеге артады. Елімізде декретке әйелдермен тең, ерлерде шыға береді ғой. Сондықтан ақпарат бәріне ортақ. Енді екі жерде жұмыс істейтіндер бар ғой, олар декреттік төлемді де бұдан 2 есе көп алуы мүмкін. Мысалы, әлеуметтік сақтандыру қорынан 4 миллион теңгеге дейін декреттік төлем алуға болады екен. Ал жұмыс істемейтін азаматтарға берілетін бала күтімі бойынша ай сайынға жөргек бұл біршама өседі. Қазіргі таңда 20-25% ғана туылған балалардың аналары жұмыс істемейтін аналар. Соңғы 24 айда табысы жоқ, жұмыс істемеген аналарға мемлекеттік бюджет береді. Биыл 19 мыңнан 31 мың теңгеге дейін болатын, келесі жылы 21 мыңнан 34 мың теңгеге дейін болады. Егер азамат 200 мың теңге алатын болса, ол оның 90 мың теңге ай сайын алып отыратын төлемдері. 2024 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейі 43.407 теңге. Айлық есептік көрсеткіш 3.692 теңге болып бекітілді. Осыған сәйкес бірқатар жәрдемақылар өзгереді. Ең төменгі зейнетақы көлемі 57.853 теңге болды. Ең төменгі базалық төлем ол 28.215 теңге. Яғни, егерде еңбек өтілі жоқ болып отырған зейнеткерлерге осы шамада белгіленіп отыр. Көпбалалы отбасыларда құлағын түре отырсын, еңбек министрлігі берген ақпаратқа сәйкес, келер жылы 4 балаға 59.183 теңге, 5 балаға 73.988 теңге, 6 балаға 88.793 теңге, 7 балаға 103.598 теңге, 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға әр балаға 14.768 теңгеден жәрдемақы тағайындалады. Ал мүмкіндігі шектеулі, яғни еңбек қабілеттілігінен және де асыраушысынан айырылғандардың ай сайынға алатын көмегі 7%-ға артатын болады. Әрбір адамдікі дербес есептелінеді. Еңбек ету қабілетінен айырылған азаматтарға берілетін төлемнің орташа мөлшері былтыр 38 мың болса, қазіргі жылы 47 мың теңгені құрайды. Келесі жылы тағы да 7%-ға артады. Ал асыраушысынан айырылуына байланысты отбасылардың төлемі 41 мыңнан 52 мың теңгеге артты, келесі жылы тағы да 7%-ға арттыру болады. Менде әзірге осы айна бағдарламасын сенбінің кешінде өткізіп алмаңыздар.